Қонақ пен рызық. Сахабалардың біреуі тым қонақ жай болатын. Әйелі болса, күйеуінің күнде қонақ ертіп келуін жақтырмайтын. Тіпті оңашада, күн сайын бірнеше қонақты ертіп келуіңді қашан қоясың? Бала шағаның несібесінен соларға жүріп бермесең қайтеді деп ренішін білдіретін. Күйеуі оған онша көп мән берместен, қонақшыл әдетін тастамайды. Әйелі бір күні шыдай алмай, үйдегі жағдайды айтып пайғамбарға шағымданды. Я Расулаллах, күйеуім күн сайын кеш болса болды, үйге топырлатып қонақ ертіп келеді. Бар тапқанын солардың аузына жайып салады. Құдай бетін ары қылсын, бір күні өзі ауыра қалса, қалғанымыз аштан өлерміз деп қорқам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі елдің күйеуін де шақыртты. Әлгі сахаба, мен үйде қонақсыз отыра алмаймын. Дастарханымнан қонақтың дәм татқаны мен үшін үлкен қуаныш деп, әйелінің дегеніне көнер болмады. Пайғамбарымыз әлгі елге қарап, бұдан кейінгі уақытта бірақ қонақтың келгеніне қалай қарайтындығын сұрады. Алайда әйел оған да разылық танытпады. Мен балаларымның несібесін кім көрінгеннің бөлешеуіне қарсымын деп тұрып алды. Ақыр соңында күйеуі мен әйелі бір қонаққа келісіп, өзара ымыраласты. Бірақ сол күні кешке күйеуінің үйге тағы да екі адамды ертіп келгенін көргенде, әйелі тағы да ашуға мінді. Тамақ әзірлеу үшін ас үйге кірді. Іштен тынып жүріп, 3 адамдық тамақ әзірлеп күйеуіне берді. Аздан кейін қонақтардың біреуінің сытылып үйден шығып кеткені байқалды. Әзірленген тамақтың біреуі желінбей қалды. Әйел күйеуінен, қонақтың біреуі неліктен тамақ ішпестен шығып кетті деп сұрады. Алайда күйеуі екінші қонақтың келгенінен бейхабар болып шықты. Ол таңдана, сен қай қонақты айтып тұрсың? Мен іште отырған бірақ қонақты ертіп келген жоқпын ба деді. Бірақ әйелі анық көрді. Келген екі қонақтың біреуі тамақ ішпестен шығып кеткен еді. Әйелі мен күйеуі мәселенің төркінін пайғамбарымыздан ұқпақ болды. Екеуін жақсылап тыңдаған пайғамбарымыз болған жайды оларға былай деп түсіндірді. Иә, негізі үйге екі кісі келді. Алайда бұлардың біреуі адам бейнесінде келген сол қонақтың рызығы болатын. Аллах тағала әйелге үйге келетін әрбір қонақтың өз рызығымен келетінін көрсету үшін жаңағы көріністі оған әдейі көрсеткен. Әйелін қонақтарға жеткілікті қылып тамақ әзірлегенімен, ол рызық бәрібір ортаймаған болады. Мына жайтты жақсы ұғыңдар. Әр қонақ өз рызығын ала келеді. Ешкімде ешкімнің несібесіне ауыз салмай. Үйге келген қонақ қайта сол үйдің рызық несібесімен қоса берекетін де арттыра түседі деді пайғамбарымыз. Бұдан кейін әйел де өз қателігін түсініп, ниетін түзетті.